Фил топламлары жай гапьлердің құрамында әр түрлі өзгешелікке ие. Сол өзгешеліктерін айтып өтсем, мысалы, фил топламлары неше сөзден түзілгеніне қарамастан гәплік белгіге ие бола алмайды. Олар гәп ішінде кеңейтілген гәп ағзасын түзіп келеді. Бұны жаңа мысалдар арқылы да айтып өткен едім. Екіншіден, фил топламалары айырымланбай келгенде гәптің бір ағзасына қатынаслы болып, сол гәп ағзасыменен мәнілі консинтаксилік байланысқа түседі. Сол ағзаменен басқару, жүккерлесу байланысқа түседі. Һәм де ол анықлаушылық, толықлаушылық һәм пысықлаушылық мәнілерде сипатлайды. Яғни ол деген сөз анықлауыш гәп ағзасы, толықлауыш гәп ағзасы, пысықлауыш гәп ағзасы болады деген сөз. Үшіншіден, фил топламалары өз ішінде кеңейтіруші сөздерге ие болып кеңейіп келеді. Айтып өтіп едім, кеңейтуші ағзаларға ие болып келетұғынын. Бір талай гәплер болып келеді да, бірақ сол бір гәп ағзасына жауап береді, бір фил топламы болады екен. Фил топламалар гәптің басында келіп, тек арғы баянлауыштан ұзақ тұрғанда интонация арқалы айырымланып айтылады һәм үтір арқалы бөлініп жазылады. Оны жаңа мысалдар арқалы көрген едіңіз. Демек, фил топламалары басқаруында филлердің білдірілуіне, демек, фил топламаларындағы фил сөздердің білдірілуіне қарай хал фил топламы, келбетлік фил топламы һәм харекетаты фил топламы болып, фил топламалар үшке бөлінеді екен. Және бір айтатұғын нәрсе, фил топламалары бұлар бетлік емес филлер делінеді. Бетлік емес филлер дегеніміз, бұл бетлік қосымтасын қабыл етпейді. Яғни, белгілі бір бетке санға тиесілі болмайды. Жаңа мысалларда көрдік қой, барды, мысалы, қарады, оқыды деген нелерде, мысалларда, мысалы, оқыды болса, белгілі бір бетке тиесілі, яғни белгілі бір сөйлеушіге тиесілі болып тұрды. Ал бұнда болса, сол іс-әрекетке бағдарланған болады, һәм сол іс-әрекетті бетлік емес филлер, яғни сол хал фил, келбетлік фил һәм харекетат филлер бетлік емес филлер деп айтылады.